дөңгелек стол өткіземіз. Соған байланысты әркім өз ойларыңды шығындап отырыңдар. Жастар болсаңдар да ойларыңды айта аласыңдар ғой, үйреніңдер деп жатқаным ғой сендерге. Ал бүгін енді бірінші біз дөңгелек столды бір-бірімізбен танысудан бастайық. Бір-бірімізге жылы лебіз айтудан бастайық. Бұл енді тренинг есебіне кетеді, бірақ енді біз сендердің денсаулықтарыңызға байланысты осылай бір жеңіл түрінде алып жатырмыз. Солай ғой. Ал енді бастаңдар, кім бастайды бірінші? Сағында қайдан бастайық? Үлкен кісі арамызда. Үлкен болса да студент бұл. Әрине ол әркім. Сосын тақырыптарға қарай алып кетерміз. Планированный специалист планировать. Ал, құрметті студенттер, болашақ медиктер, дәрігерлер, бірінші бүгінгі круглый стол деп жатыр. Соған танысқанымызға қуаныштымыз. Көрмесек дегенде көретін шығармыз. Болашақ болғанда да ертеңден колледжді бітіріп, ары қарай жаңа нелеріңізді жалғастырып, оған шейін мына неде дамып жатыр ғой, медицинада. Сіздердің бір пациенттің боларымыз, может, ол уақытқа шейін біздің көзімізді емдеп берерсіңдер. Басқа да, ал енді мына студент бастап жатсаңыз бірінші болсын. Үлкен белестерден көрініңдер, жаңа айтып жатырмын, үлкен врач болыңдар, медбикеден ары үлкен оқуға түсіп біздер тілектеспіз. Мына осы отырған группаны Ғазия өзіңіз таныстырасыңыз ба? Біздерді или өзім таныстыра берейін? Әркім өзін, сосын бір екі сөз тілектейік. Өмірге деген құлшынысқа. Өмірге деген құлшыныс өзінде болу керек. Әр адам өзінің историясын айта берейік па? Айта бересің, айта бересің. Оны кейін айтамыз. Қазір тек қысқа айтып кетесің. Таныс болғанда мені сағындап, тасқынбай сағындап. Бұл көзім көрмеген 18-ден бері көз көрмей қалып, оның алдында көріп жүргенмін. Сіз сияқты студент болдым колледжде, жаңа неде ол уақытта бізде техникум болатын. Химик-технологический техникум деген бітіріп, Бауманский. Одан кейін Сәтбаевты бітірдік. Өмір бойы оқып жатырып, енді медбикені оқып жатырып, массажисті. Сол болсақта адам үлкен мекемелерде жұмыс жасадық. Главный механик был, зам главный механик был. На университете шел председатель комиссии, сіздер сияқты жаңағы дипломный защиталарда қатыстық министерстводан хат келіп жіберді біздерде. Басқа не айтамыз? Тілектерімді айттым ғой, ең колледжді бітіріп, жақсы қызыл дипломға ары қарай осы өмірде қиналмай врач болуларыңызға тілектеспін. Осы өмірдің тек бақытты өмір сүруіңіздер. Қысқа айтамыз, мен, мысалы үшін Ләйләмін деген сияқты. Мен сендерге мынандай тілек тілеймін, сондай ғой. Мысалы үшін, Алла сендерге денсаулық берсін, немесе қалай, сондай ғой, қысқа айтыңдар. Бұл танысу болсын бірінші. Айта берің. Тек жерді бастап кете берің. Үлкен кіші болмайды бұл жерде. Басына. Баса берің. Алда құрметті студенттеріне алға қадамдарыңыз құтты болсын, білімдеріңізде ертең жемісін көріңіздер, дипломдарыңыздың. Одан да ары қарай жалғастырып үлкен оқуларға түсе беріңіздер. Сәттілік алға сіздерге дегенде. Өзім есім Жансерік мен 21 жылдың июльнен кейін көрмей қалдым. Оған дейін өздеріңіз сияқты көріп, өмірдің жарығын көріп, 89-дан бері осы Ақтау қаласында туып өстім. 89-да келдім, содан бері осы Ақтау қаласында.
ошол жакта мектепте де окудум. Сол енді сәттілік тілеймін сіздерге оқуларыңызға, жақсы. жемісті болсын.